кейінгі уақыттарда мынау біз өңірлердің инвестициялық климатын қалыптастыруға да бір қатты назар аударып жатқан жоқпыз. Оны да мойындауымыз керек. Басым бөлігі инвестицияның, яғни ол мынау республикалық маңызы бар қалаларда, немесе ірі қалаларда. Ал импортқа тәуелділіктен арылудың тікелей жолы сол, мысалға Ресей мемлекетімен шекаралас бізде 4-5 облысымыз бар. Соны шығыстан бастап Қостанайға дейін, мысалға. Сол өңірлердегі жергілікті атқарушы органдарда осы өзінің ауылындағы, ауданындағы өндірумен айналысатын кәсіпорындардың дамуына мүдделі болу керек. Ауыл мүдделілікті біз солардың есебімен ғана ескере аламыз. Яғни әрбір ауыл әкімі, аудан, қала әкімінің жұмысының бірінші көрсеткіші ол өзінің өңіріндегі кәсіппен айналысатын тұлғалардың санымен есептелу керек.